Бүгін біз пельмен бауырсақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен осындай ұнға үй температурасындағы майды қосып илеп аламыз. Май мен ұнды қосып жақсылап илеп алдым, араластырып алдым. Міне, менің май қосқан себебім, майды қосу арқылы пельмен бауырсақтарымыз қытырлақ болып, күшті болып пісетін болады. Енді осыған тұзды су қосамыз. Ыстықтау суға тұзды салып дайындап алдым. Осыны салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мына пельмен бауырсақтың ішіне салатын картоптарды қазір ашып, тазалап, суға қайнататын боламыз. Картоп дайын болғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аласыздар. Міне, енді осы қамырды қаласаңыздар екіге бөліп, болмаса дәл осы күйінше жаюға болады. Кәдімгі кеспенің қамыры ұқсатып, жұқалатып жаятын боламыз. Содан соң қамырларды осылай төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Қамырларымыз қатты үлкен болмауы керек. Менде осындай қамырлар шықты. Содан соң үстіне картоп салып, пельмен секілді етіп түйіп шығамыз. Осындай пельмендер шықты. Енді мұны қызып тұрған майда қуырып аламыз. Міне бізде осындай қуырылған тұшпаралар, яғни пельмен бауырсақтар дайын болды. Қарап тұрсаңыздар, түсі де өте әдемі болған. Енді қазір арасын көрсетейін. Міне. Сондай дәмді болды, жасап көріңіздер. Ал бізге ас болсын.